Ақтөбеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы көшбасшы мектебі республикалық форумы өтті. Шарада еліміздің 4 өңірінен жиналған жастар бас қосты. Қоғам белсенділері сыбайлас жемқорлықпен күрестің заманауи әдіс-тәсілдерін талқылап, экономикалық қылмысқа қарсы іс-қимылдың халықаралық және отандық тәжірибесін талдады. Ақтөбе облысы тұрғындарының 28% жастар, ал олардың мемлекеттік қызметтегі үлесі 37%. Сондықтан бүгінгі өскелең ұрпақ қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асырудағы негізгі қозғаушы күштің біріне айналған. Жаз бойы бізде 12 аудан бойынша халықпен кездестік. Осы қоғам белсенділері бар, біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерларымызбен бірге көптеген мәселелерді шешімін таптық. Айта кететін болсақ, жол мәселесі халықтың көтеретін, бітпей тұрған үйлеріміз бар, фоктарымыз бар, сондай мәселелерді шешуге ықпал етіп жүрген біздің жастарымыз. Бүгінгі форумға 250-ге жуық делегат қатысты. Ақтөбе жастары өңірде жүзеге асқан жобаларды тілге тиек етсе, пленарлық отырыста өзге өңірлерден келген қоғам белсенділері жемқорлықты жоюда атқарған нәтижелі тәжірибесімен бөлісті. Құзыретті органдар бар. Аудит, прокуратура, антикор, біз сияқты қоғам белсенділері бар, депутаттар да араласып отырады. Олардың барлығы да тексеріс жасап бақылап отырғанмен де олардың әлеуеті кейде әлсіз. Құзыретті органдардың шамасы жетпей жатады. Сондықтан да қоғамдық бақылау жасатуды кез келген қарапайым азаматқа, оның ішінде ауылдың жастарына және де қаланың белсенділеріне үйрету. Егер халық болып жасайтын болсақ, бұл коррупцияның нағыз профилактикасы болып жасалынады. Басқосудың түпкі мақсаты заң мен тәртіп үстемдігін әлсірететін жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік мәдениетін орнықтырып, оны өскелең ұрпақтың бұлжымас әдебі ету. Шара аясында әлеуметтік кеселмен күресте тың бастамалар көтеріп, тапқырлығымен және табандылығымен көзге түскен қоғам белсенділері мен еріктілерге құрмет көрсетіліп, арнайы марапаттар табысталды. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе, 24 KZ. Оламды солдың сатпайтын, ел үшін жер үшін деп, арым мен намысым деп, сен үшін мен үшін қазақ дейтін ел үшін, батыр бабам сыйлаған болған қайыр жер үшін. Біз отанды қорғаймыз, бұзылмаған тек үшін, жалындықтай лаулаймыз ерім дейтін ел үшін. Тұрамыз көгінде, туған жерінде, осындай тыныштық тәуелсіз елінде. Сенің де менің де, етері тегімде, біз бармыз қорғайтын қазақтың жерінде.